Қайырлы күн оқырмандар, бүгін сіздермен өте жұмсақ булочки дайындаймыз. Ол үшін видеоны соңына дейін қараңыз. Ең алдымен ыдысымызға жылы сүт, жылы су, қант және де ашытқымызды салып, венчикпен араластырып аламыз. Содан соң үстіне сұйық май, 1 шай қасық тұз және де ұнымызды салып, араластырып, содан соң жүмсақ қамыр илеп шығамыз. Қамырымызды жақсылап илеп алған соң, бөлме температурасында бетін пищевой пленкамен жауып, 30 минут тұндырамыз. 30 минут өткен соң, алдымен қамырымызды қолымызбен илеп, содан соң бірнеше бөліктерге бөліп, дөңгелектеп ыдысымызға салып, бетін жауып, бөлме температурасында тағы да 15 минут тұндырып алатын боламыз. Қамырымыз дайын болған соң, ең алдымен қолымызбен басып, содан соң оқтаумен жайып, және де екі жағын осылай конвертиге етіп жауып, және де ішіне кез келген салма салсаңыздар болады. Менде варенье, соны салып алатын боламын. Содан соң осылай айналдырып жауып алатын боламыз. Қалған қамырымыздың бәрін дәл солай жасап, қалыпқа орналастырып салып алатын боламыз. Міне барлығын жақсылап дайындап алдық. Содан соң қамырымыздың бетін дәл осы видеодағыдай етіп тіліп шығыңыздар. Содан соң бетіне жұмыртқаның сары уызын жағып шығамыз. Және де қызып тұрған пеште 180 градуста 25-30 минут пісіріп аламыз. Міне булочкилеріміз де дайын болды. Өте жұмсақ әрі дәмді болып шықты.